Бүгінгі күннен 10-15 жыл бұрын үш бітелуі бар кез келген адамды бірден отаға жіберетін. Бұл сол кезде технология дамымағандықтан, және біз сол бітелулерді түсіну деңгейімізде ангиопластика жасауға мүмкіндік бермегендіктен еді. Алайда соңғы 10 жылда үлкен жетістіктерге қол жеткізілді. Енді 100 бітелулерді ангиопластика арқылы шамамен 95 табыспен емдеуге болады. Ал бірнеше бітелуді 99 табыспен емдеуге мүмкіндік бар. Бұл дегеніміз бірнеше бітелуі бар, кальцийленген бітелуі бар, немесе 100 бітелуі бар науқастардың көбін ангиопластикамен емдеуге болады. Бұл әрине көпшілік арасында және кейбір медицина саласында қалыптасқан жалпы пікірге сәл қайшы келуі мүмкін. Бұл ұзақ уақыт бойы қалыптасқан бірнеше бітелуді ангиопластикамен емдеуге болмайды деген сенімге байланысты, өйткені оларда біз рестеноз деп атайтын жағдай дамиды. Яғни, бұл стенттің ішінде қайтадан бітелу пайда болуы. Бұл мәселе шамамен 20 жыл бұрын дәрі шығаратын стенттердің пайда болуымен шешілді. Ал 100 бітелулерді жаңа сымдар, жаңа катетерлер, лазерлік технология арқылы емдеуге болады. Бізде ротабляция технологиясы бар, және әрине, жаңа баллондар мен стенттердің арқасында нәтижелер хирургиямен салыстырғанда дерлік сондай жақсы, кейде тіпті одан да жақсы болып отыр. Және шындық мынада, ешбір науқас ота жасағысы келмейді. Мәселе бұрын бізде оны болдырмауға мүмкіндік беретін технология болмаған еді, бірақ қазір бар. Бүгінде бізде ота жасауды ертерек алдын алуға мүмкіндік беретін технология бар. Мүмкін 10-20 жылдан кейін оларға әлі де ота қажет болар. Бірақ қазіргі жағдайда бірнеше бітелулер, 100 бітелулер, сол жақ негізгі стенттің бітелуі бәрінде ангиопластика арқылы өте сәтті емдеуге болады. Және ұзақ мерзімді нәтижелері хирургиямен тең. Сондай-ақ қант диабеті бар адамдарға ангиопластика жасауға болмайды деген пікір бар. Бұл 20 жыл бұрын рас еді, бірақ қазір олай емес. Менің мамандығым созылмалы толық бітелулер, яғни бірнеше ай бойы 100 бітеліп тұрған тамырлар. Олар қатты бітелулер болғандықтан, оларды ашу және стент қою үшін арнайы сымдар, микрокатетерлер және үлкен шеберлік қажет. Сіз түсінуіміз керек, ангиограмма жасатқан науқастардың шамамен 5-тен бірі 100 бітелуге ие. Және осы науқастардың 90 отаға жіберілетін негізгі себеп сол 100 бітелуді сол дәрігердің емдемеуі. Сол 100 бітелуді емдей алуымыз бізге отадан бас тартып, жүрек тамырларының барлық дерлік түрлерінде науқастарға минималды инвазивті ангиопластика жасауға мүмкіндік беретін басты себеп.